Assalamu alaikum достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәзік торттың рецебімен бөлісетін боламын. Торттың жасалу жолы өте оңай. Тортты жасап, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Ең алдымен қойытылған сүтімізді ыдысымызға құямыз. Қойытылған сүттің сапасы өте маңызды. Сапалы болған сайын тортыңыз дәмді шығады. Оған 2 жұмыртқаны және майды қосып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Майда бөлме температурасында болуы қажет. Достар, менің видеоларым ұнаса, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып, все батырмасын басып қойыңыз. Елекке ұнды салып аламыз. Оның үстіне 1 шай қасық қопсытқышты салып, екеуін араластырамыз. Ұнды массамыздың үстіне бөле-бөле отырып салып, 1 келкі болғанша араластырып қамыр жасаймыз. Қамыр қою болып шығады. Мен корждарды 22 диаметрлік формада пісірдім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша алсаңыздар болады. Пергаментті формаға кигізіп, осылай форма жасап шығарамыз. Форманың үстіне 2 ас қасық қамырды салып, 1 тегіс етіп жаямыз. Мен палетканың көмегімен жайып шықтым. Сіздер ас қасықпен жайсаңыздар да болады. Қамырды 1 тегіс етіп жаю керек. Енді кремін жасаймыз. Крем үшін творожный сыр мен сахарный пудраны 1 келкі масса болғанша миксердің көмегімен араластырамыз. Оның үстіне сливкиді құйып, тағы да миксердің көмегімен араластырамыз. Крем қою болғанға дейін араластырамыз. Одан кейін миксерлеуді тоқтату керек. Әйтпесе, суынан май бөлініп, креміміз іріп кетеді. Кремнің дайын болғанын, оның артында іздер қалады. Содан байқауға болады. Енді тортты жинаймыз. Алдын ала пісірілген корждарымызды қойып, оған кольцо кигіземіз. Тортымыз 1 тегіс болып шығу үшін. Әр корждың арасына мен 2,5 ас қасықтай крем салдым. 22 диаметрлік формадан менде 7 корж шықты. Әр корждың арасына осылай крем жағып, тортты жинап шығамыз. Ең соңғы коржды торттың бетіне қойып, кольцомызды шешіп аламыз. Қалған кремді торттың бетіне, жан-жағына 1 тегіс етіп жағып шығамыз. Тегістеп крем жағылған торттың жан-жанына мен кокосовый стружканы қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Бетіне апельсиннің бөліктерін қойып, сәндеп алдым. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әрлесеңіздер болады. Тортымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған мен Назгүл. Назарларыңызға рахмет.